Айта беріңіз ағай, айта беріңіз. Студенттердің өнерін көрдіңіздер. Бұл студенттер болашақ біздің осы мемлекеттің біреу мектеп директоры болар, біреу министр болар, біреу депутат болар, біреу әкім болар. Міне болашақ біздің басшыларымыз осылар. Біздің елімізді қолдарына ұстайтын, біздің бағытымызды, болашағымызды баян ететін осы жігіттер мен қыздары. Біз бұл қыз жігіттерге тілеріміз ертең күні біреу министр болсаң, біреу парламент тұрсаңдар да осы халықты әмір ұмытпаңдар. Дәл осы күйлерінде, осы көңіл күйлермен, осы шын жүректермен, адал ниеттермен сақталып қалсыңдар деп тілеймін. Сіздер өнерлеріңіз нұр болсын. Екіншіден сіздерге әрқайсыңыз отбасыңызда, бала-шағаңыздың ортасында бақытты, күлкілі, жүздеріңіз жарқын болсын деп тілеймін. Мына біз Астанадан келіп, осында қолөнер орталығын ашып едік. Бұл қазақтың ұлттық ыдыс аяқтарын жасайтын орталық. Шеберханасы бар. Егер кімде-кім сіздердің араларыңызда соны үйренемін дейтіндер болса, әйтпесе келіп жаңағыдай жұмыс істеп ақша табамын дейтін болса, есігіміз ашық, әрқашан біз сіздерге көмектесуге даярмыз әрқашан. Осында қазір ол жерде осы университеттің студенттері жұмыс қызыл қалып жатыр. Күндіз оқиды, кешке жұмыс істейді. Олар да тіршілігін жасап отыр. Университетке айтарым, бұл оңтүстік Қазақстан облысындағы ең үздік университет. Өткен шетелден келіп оқиды екен сіздерге. Осы мерейлеріңіз үстем болсын. Әрқашан осы университет болашақ жастарды, болашақ қазақ халқының діңгегін, болашақ қазақ халқының ағартушы азаматтарын тәрбиелеуіне тілектеспін. Сіздерге де осы концерт ұйымдастырып, жаңағыдай университеттен шақырып, сіздер үшін жаңағыдай қызмет көрсетіп жатқан басшыларыңызға да мұны алғыс айтамын. Бүгін атсалысып отқан осы Мұхтар Әуезовтың 10 қасты мемлекеттік университеті, оның ішіне педагогикалық мәдениет факультетінің бейнелеу өнер және дизайн студенттеріне мың алғыс. Яғни бүгінгі іс-шарамыздың мақсаты осы құстай болып, құштар болып өмірге атты іс-шарамыз осы орталықпен танысып, сіздермен байланыс жасап, студент жастарымыздың алға қойып осы сіздерге қарап тәлім, тәрбие, өмірге деген құштарлығын артса деген ниетпен осындай іс-шара ұйымдастырып отыр. Ал осы іс-шараға белсене қатысқан Зәурбекова Халиманы марапаттаймыз. Думатов Арзимат. Кучкарова Сивара. Камбарова Айдана. Қалымбетов Ермек. Жапаров Берк. Беркан Берк. Рашбекова Рахима. Рахима апай. Жазақбаева. Рахима апай. Жазықбаева. Апай. Бекбаева Алтынай. Және Абдуразаков Жаппаргүл. Жапар. Және осы іс-шараны ұйымдастырушы студенттерге және осы шетел азаматтарына осы бүкіл әлемде негізі біздің оңтүстік қазақстан мемлекеттік университеті 3-ші орында алып отыр оқу орындарының ішінде. Шетел азаматтары көп, әсіресе мына Қытайдан, Құлжадан бана өз өнерлерін көрсетіп отыр. Мынау Қазақстан, туған ел және өздерінің өлең шумақтарын айтыс келіп, жайдарман өнерлерін көрсетті. Осы өнерпаздарымыздың еңбектері ұзағынан сүйіндіріп, үлкен сахналарда көріне берулеріне тілектеспіз. Мына дизайн мамандығының студенттерін де көрдіңіздер.
өз шеберліктерін көрсетіп, тіккен костюмдерін дефиле көрсетті. Мына Астанадан келген қонағымыз өз осы орталығына, шеберханасына шақырып жатыр. Яғни осы орталыққа біздің кафедрамыздың атынан сіздерге аз да болса осы картиналық сыйлығымызды берейік. Және сағат 4-те, кітаптық қорымыз бар. Сағат 4-те қазіргі түскі полдник дейді ғой. Соған сіздерге дастархан жаймамыз бар. Рахмет сіздерге. Ендеше мына арнайы студенттерді ұйымдастырған осындай Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің активисті Тоқтасын Мейрамбек өзінің үлкен рахметін алғыс айтты. Ал құрметті көрермендер, мынау рахмет біздің іс-шарамызға мұқият отырып, өте жоғары көңіл күймен тамашаладыңыздар. Енді біз әрқашанда дайынбыз сіздерге осылай қуанышты көңіл күй сыйлауға, және ұстаздарымызға, сіздердің басшыларыңызға, осы орынның қызметкерлеріне өте алғысымыз шексіз. Бізге барлық мүмкіндікті жасады. Осындай тек қана қуаныштарда мерекелерде сөйлеп болғасын алыңыз. Адақтамыз бар деп айтасыз. Осы барша қатысып жатқан көрермендерге тек қана рахмет айтамын. Дендеріңіз сау болсын, ауырмаңыздар. Тек қана жақсылықтар тілеймін. Аспанымыз ашық болсын. Және тек қана алға мұңаймаңыздар, ештеңені уайымдамаңыздар, тек қана алға. Тек жақсылықтар тілеймін. Өзіміздің студенттер арасында сіздерге арнайы сыйлығымыз бар. Енді аз да болса көптей көріңіздер. Рахмет. Арнайы сіздерге дайындаған сыйлықтары болады. Қабыл алыңыздар сіздер үшін. Ақырке. Өмірден жайлап, сен бүгін сүйіктің қайдасың? Демеушім өзімді айға көп, айналып кеттім бе айғасын? Аспанда десең екенім, білемін биік екенін, оған да жаным жетемін, шын сүйген жаным аямын. Кіршіксіз таза сезіммен, бір хабар күтіп өзіңнен, күн кешіп жүрмін көзіңнен, шын сүйген жаным аямын. Тезірек оралшы шарығым, айналдым жанымды қайғыдан, құлпырсын қайтадан бір күнім, нұр шашып жарық ай тұнған, аспанда десең Арнайы қонақжайлықтардың қалғаны сіздер үшін қабыл алыңыздар. оған да жаным жетемін, шын сүйген жаным аямын. Кіршіксіз таза сезіммен, бір хабар күтіп өзіңнен, күн кешіп жүрмін көзіңмен, шын сүйген жаным аямын. Жалпы поликке барады. Жайлы поликке барады. Арнайы сіздер үшін дайындаған аз мәзіріне барсаңыздар. Келе берсінші, ояқта не жоқ. Келе берсін, картиналарға келе берсін. Ояқта единсе жоқ, өзінен санда. Кіршіксіз таза сезіммен, бір хабар күтіп өзіңнен, күн кешіп жүрмін көзіңнен, жаным аямын. Кіршіксіз таза сезіммен, бір хабар күтіп өзіңнен, күн кешіп жүрмін көзіңнен, шын сүйген жаным аямын. Күн кешіп жүрмін көзіңнен,
Suyun canım ayağım. Бағдат күтіп тұр. Киімдер беріп жіберіңізші апай. Қыдырсыз. Дизайн. Абай Қыздар айтшы киім жинасыншы жекелеп. Қандай бар жинап берші, мен кісірім сықылам, сосын беремін. Мейрамбек, кімге бердің дағы? Қыздар, бақадыр анауымы. Жинап ал қыздар. Жайлап асықпай, бір қалыпта қонекке барайық. Бір-бірімізді соқпай, бір үйлің баласындай, қызындай болып жол беріп бір-бірімізге